Құрметті тыңдаушы, біз сіздермен сайт құруда қолданылатын HTML және CSS тілдерін меңгеру мәселесін қарастырамыз. Осы мақсатта сериялық бейнесабақтар түсіруді бастадық. Олай болса, іске сәт. Жұмысқа кіріспес бұрын ең біріншіден жұмыс орнымызды дайындап алайық. Ол үшін ең соңғы версиялы браузер керек. Браузер дегеніміз веб-бетті қарауға арналған бағдарлама. Мен сіздерге келесі негізгі браузерлерді қолдануға кеңес беремін. Негізгі браузерлерді, яғни Google Chrome, Mozilla Firefox және де Opera браузерлері. Енді мысалға сол браузерлерді қалай жүктеп, қалай орнатуға болатын туралы кішкене айта кетсек. Мысалға ең біріншіден Chrome браузері, Google Chrome. Ол үшін Google KZ сайтын ашып, Google.kz бұл жерге, яғни поискке Chrome деп жазайық. Ең бірінші ссылкамен, яғни өтеміз. Жерде скачать Google Chrome басамыз. Яғни сізге бұл жерде скачать деуге мүмкіндік береді, яғни принять және установить дейміз. Сохранить файл, сақтап аламыз. Яғни қазіргі уақытта менде Google Chrome бар, сондықтан да установить деп қояйын. Яғни жүктелгеннен кейін установочный программаны скачать етіп установить етесіздер. Келесі браузер, ол мысалға Mozilla Firefox. Firefox деп яғни бірінші тұрған ссылканы ашамыз. Яғни бұл жерде Firefox-ты жүктеуге мүмкіндік береді, бұл жерде жүктеп қоямыз. Ол бізде Opera. Opera деп жаза қояйық. Ең бірінші сілтемемен өтеміз. Яғни загрузить сейчас деген батырманы басамыз. Яғни көрсетістері сохранить файлды көзімізге сақтап, сосын барып оны установкасын жүргіземіз. Келесі қадам HTML құжатты өңдеу үшін ыңғайлы редактор қажет. Мысалға біздер Windows-тың стандартты блокнотын қолдануымызға болады, бірақ та келесі ыңғайлы редакторды қолдануға кеңес беремін. Оның аты Notepad++. Қазір сол редакторда қалай компьютерімізге жүктейміз, сол жөнінде қарау керек. Яғни Google-ге Notepad++ деп жазамыз, және де ең бірінші сілтемеге өтеміз. Енді ең соңғы версиясын жүктеуіміз үшін download деген батырма бар екен. Осыны баса қояйық. Және де жерде download деген батырма бар, осыны баса қояйық. Яғни бізге міне сохранить деп шықты. Сақтаймыз. Соңғы жүктелген программалардан Notepad++, қазіргі соңғы версия 6.9.1 екен. Қалай қоямыз, соны қарау дейік. Запустить, яғни тілін таңдаңыз дейік, мысалға біздер русский деп таңдайық. Далее, принимаю. Осы жерде папку установки дейік, стандартны қалдырайық. Далее, установить. Яғни барлығда стандартты түрде, барлық программалар сияқты стандарт түрде қойылады. Және де запустить Notepad++ дейік. Галочка қояйық, және готово дейік. Бізге міне осындай интерфейсті программа қойылды. Есіңізде болсын, Notepad++ бағдарламасы кодты өңдеу үшін арналған, ал браузерлер сол жасаған жұмысыңызды қарау үшін, яғни бізде не шықты, соны қарау үшін арналған. Енді ең бірінші қадамымыз жаңа файл бізге сақтау керек, яғни HTML файл. Ол үшін бірінші файлымызды файл сохранить как. Осы жерде сіздерге жұмыс жасау үшін бір
жерге бір папка ашып алғанымыздан жөн. Мысалға мен қысқа дискінде бір папка дайындап қойдым. Осы жерге файлдың атын индекс нүкте HTML дейміз. Естеріңізде болсын, файлдың аты ешқандай бос орынсыз, яғни пробелсыз, және де тек қана латын әріптермен болу керек. Келесі таңдайтынымыз тип файлы. Яғни бұл жерде біздер HTML тип файлын таңдап алайық. Hypertext Markup Language, мен custom. Және сохранить деп батырманы басайық. Енді файлымыз қалай сақталды, соны қарап өтейік. Сіздерде index.html емес, тек қана индекс деген болуы мүмкін. Сондықтан да сіздер қайтадан барып оның переименовать етіп, нүктесін қойып, HTML деген жазу шарт емес. Яғни ол егер сізге көрінбесе, келесі қадамдарды жасаймыз. Яғни alt батырмасын басамыз. Бұл жерде сервис, параметр папка деген бар. Бұл жерде келесі вид деген вкладкасына өтеміз де төмен қарай түсіреміз. Яғни бұл жерде қараңыздар, скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов дейді. Егер сізде бұл жерде галочка қойылса, онда сізге нүкте HTML деген көрсетпейді. Мысалға нүкте doc, нүкте XLS, немесе нүкте JPEG сияқты көрсетпейді. Ал егер сіздер алып тастасаңыздар, онда сізге нүкте HTML деген көрсетеді. Мысалға мен қазір қойып, примениттен батырманы бассам, көріпсіздер, менде тек қана индекс деген файлын атау қалды. Яғни маған ол қазіргі көріну керек, сондықтан да мен галочканы алып тастайын да, применит, және окей батырмасын басамын. Бұл жерде index.html енді білетін боласыздар. Келесі қадамымыз, егерде сіз Notepad++ бағдарламасы жауаптасаңыздар, яғни мына жерде сізде index.html деген документті оң жағын басып, edit with Notepad++ деген бар. Осыны баса қоясыздар, яғни сізге Notepad+ ашылады. HTML документімізді жасауды бастайық. Ең бірінші бізге Notepad++ бағдарламасының ыңғайлығы ол әртүрлі тілдерде жазуға болады екен. Мысалға бізге HTML тілін таңдау үшін, ол үшін синтаксис H және HTML тілін басамыз. Осы жерде автоматты түрде ол HTML-ға ауысады. Енді келесі код біздер браузерге бұл документ HTML документ екенін хабарлауымыз керек. Ол үшін келесі кодты жазамыз. Doctype леп белгісі HTML. Яғни де жақшаны жабамыз. Яғни біздер браузер осы документті оқығанда HTML екенін сразу түсінеді. Келесі бұл бізде HTML, яғни HTML-тегі ашылу және жабылу бар, яғни ортасында бүкіл біздің документіміз, яғни HTML документіміз жазылады. HTML, яғни ентіп төменге түсіп, жабылу тегімізді HTML. Жақсы, келесі кодымыз әдемі болу үшін ортасында кітап батырмасын басып, ары қарай жалғастырайық. Бұл жерде келесі бізде head-тегі солай. Осы head-тегінің ортасында бізге барлық осы веб-бетіміз туралы информация жазылады. Мысалға, ол басқа файлдармен байланыс, немесе тағы да сол сияқты осы веб-бетінің атауы. Мысалға, веб-бетінің атауы келесі тегпен жазылады, title тегімен. Title, яғни жабылу тегі де бар. Title. Осының ішіне біздер басты бет деп жазайық. Басты бет. Яғни біздің веб-бетіміз аты басты бет. Жақсы, келесі тегіміз ол бізде body тегі. Енді осы body тегінің ішінде барлық құжаттар бізде веб браузерін ашқанда құжатта бүкіл көрінетін жұмыстарымыздың барлығы да осы body тегінің ортасында орналасу керек.
body ашамыз және де bodyмен жабамыз. Жақсы, тап батырмасын басайық. Келесі өтетініміз заголовкалар тегі. HTML-ды 6 түрлі заголовка қарастырылған. Соның біріншісі H1 тегінен басталады және H6 тегінен аяқталады. 6 заголовка барлығында. Соның H1 тегін жазайық. H1, яғни келесі бізге заголовка, яғни басты бет, иә? Басты бет. Және де тегімізді жабайық. H1. Сақтайық. Және де документімізді браузермен ашайық. Көріп отырғандарыңыздай, бізге заголовкамыз шықты, бірақ та яғни бізге түсініксіз символдармен шықты, иә? Бізде мысалы осылай болуы мүмкін, немесе яғни қазақ әріптері сұрақ белгісімен болуы мүмкін. Ол үшін қараңыздар, ең бірінші жасайтынымыз біздің былай. Notepad++ бағдарламасын ашайық. Ең бірінші, егер де сізде сұрақ қазақ әріптерінің орнына сұрақ белгісі болса, онда мүмкін сізде кодировкасы дұрыс тұрмаған болар, веб-беттің кодировкасы. Ол үшін келесі қадам жасаймыз. Кодировки. UTF-8 без бум деген пункт қойылуымыз керек. Егер де бұл пункт мен сияқты жаңағы сіздің қойып тұрса, онда келесі, яғни манағы айтқандай head тегінің ортасына, яғни біздің веб-беттің кодировкасын жазып көрсетуіміз керек. Браузер біздің кодировкамыз қандай екенін түсіну керек. Ол үшін title тегінен кейін enter басамыз да келесі кодты жазамыз. Meta char set тең болады. Жақшаларды ашамыз. Осы жерге UTF-8 деген сақтаймыз. Бұл жерде біздер браузерге біздің веб-бетіміз қандай кодировкада жазылған екенін айтамыз. UTF-8 кодировкасымен сақтаймыз. Және де веб-бетімізді жаңартайық. Басты бет деп шықты. Notepad++ бағдарламасының артықшыларын көріп отырғандарыңыздай, ең біріншіден кодтарымыз әртүрлі түспен жазылады, иә? Бұл жерде біздер текстті бөлек ажыратамыз қара түспен, көк түспен біздің тегтеріміз жазылады екен. Қызыл түспен көріп отырғандарыңыздай тегтің қасиеті жазылады, ал фиолетовый түспен, яғни көріп отырғандарыңыздай, ол қасиеттің мәні жазылады. Түсінікті, иә? Жақсы, келесі тегіміз ол P тегі, яғни абзац. Сіздерге дайын мәтінім бар, соны осы жерге қояйық. Яғни заголовкадан кейін enter басайық та, мәтінді көшіріп, осы жерге қояйық. Яғни қараңыздар, қазіргі кезде мәтін таза P тегісі жазылған, сақтап, бізде қазір не пайда болды соны қарайық. Index.html документ атайық. Яғни барлығы бізде 3 абзац болғанымен, барлығы да 1 абзац болып кетті. Енді мәтінді абзацтарға бөлу үшін, оның ең абзац басталғанда P-мен басталу керек, P тегімен. Яғни бірінші абзац, тап батырағы басамыз, екінші баса абзац, және де үшінші абзац. Енді қараңыздар, біздерде документіміз жинақталып тұрды. Міне қараңыздар, менде мына жерде автоматты түрде келесі жолға көшіп кетті. Сіздерде мысалға былай созылып кетуі мүмкін документ. Яғни біздер әрдайым айналдырып отыруымыз керек. Егер де солай болса, сізге мына жерде перенос строк деген бар. Осыны баса қойыңыздар, яғни жаңа жолға түседі. Және абзацтың соңында жабылу тегімен жабайық. Жабылу тегі абзац, яғни біттірейік. Келесі абзац бітті. Үшінші біздің абзацымыз бітті. Яғни көріп отырғандарыңыздай бізде P тегіне бассақ, міне біздің ашылу тегіміз және жабылу. Яғни бізде абзац мына жерден басталады, мына жерден аяқталады. Тапшылай
қалғандары. Түсінікті, иә? Сақтап, бекетімізді жаңартайық. 3 абзац пайда болды. Келесі тегіміз бұл BR тегі. BR тегі дегеніміз, яғни сізге келесі абзацты бастамай-ақ жаңа жолға түсіруге болады. Мысалға, келесі кодты жазайық. Яғни BR слэш. Сақтаймыз. Не пайда болды? Қарайық бізде. Яғни бізде абзацымыз біткен жоқ, бірақ та мына сөйлеміміз жаңа жолдан басталды, көріп отырмыз, иә? Осымен бірінші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.